Құрметті оқырман, әңгімені тыңдамас бұрын арнаға тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Бақытты әйелдің мұңы. Бұл отбасын көптен білемін. Отағасының есімі Мұрат, ал жұбайы Айгүл. Кезінде отағасы ер қатарлы әлеуетті жігіттердің бірі болған екен. Қызметі ауылдағы жалғыз электрик. Бірақ өкінішке орай басына түскен бейнет оның тағдырына жазылыпты. Қуатты тоққа түсіп, екі қолы күйіп қалған соң, амал жоқ, иығының тұсынан дәрігерлер кесіп тастаған. Дәл қазір осы отбасы мүгедектерге арналған аз ғана жәрдемақы мен ауылдың ұсақ тірліктерін істеп, өлместің күнін кешуде. Бірде осы үйдің иелерімен бірге қонақта дастархандас болдым. Өзім мүгедек отағасы, оның күтімімен қолы босамайтын әйелі екеуінің іс-әрекетіне мән берсем, өмірдегі ең бақытты адамдар осылар сияқты. Отағасы әңгімесінің арасында «Аллаға мыңда бір шүкір» деп үнем айтып отырды. Екі қолы иығынан жоқ. Мүгедек пенденің бұл шүкіріне өз басым қатты таң қалып, одан «Сіз қандай мағынада бұл сөзді айтып отырсыз? Өзіңізге қарасам, екі қолы жоқ кемтар адамсыз. Табысыңыз да шамалы» деп сұрадым. Бәлкім ол қателесіп басқа мағынада шүкір айтқан шығар деген ой болды менде. Менің сөзімді мұқият тыңдаған ол кісі: «Сіз қызық екенсіз. Бұл өмірде қаншама көз көрмейтін пенделер бар. Олардың арманы мына жарық дүниені бір көру. Тамаша табиғатқа бір рет тамсанып қарау. Олар соған зәру. Ал мен қанша қарағым келсе, сонша қараймын. Ләззат аламын. Әрине, мен олардан артықпын ғой», деді. Бұл сөз шынында да мені қатты ойландырып тастады. Одан кейін тағы да маған оқталып: «Бауырым, қаншама құлағы естімейтін жандар бар. Олар адамдардың сөздеріне ынтық, бір рет естуге зәру. Ал мен болсам, барлық адамдардың даусын, сөздерін, балаларымның жылағанын, қуанғанын, күлгенін естимін. Жауап қайтарамын. Біле білсең, бұдан асқан нығмет бар ма? Менен бақытты кім бар?» деді. Мен сасқанымнан «Әлбетте» деп жауап бердім. Әйелі күйеуінің аузына мәпелеп тамақ салып беріп отыр. Күйеуі әйеліне не жегісі келетінін білдіріп, көзбен ғана ептеп ымтастайды. Әбден дағдыланған әйел әуелі күйеуін тамақтандырады екен. Балапан сияқты аузына апарады, сосын соңында өзі тамақтанады. Сол сияқты шайды да қолмен ұстап отырып ішкізеді. Басқасы басқа, күйеуі әжетханаға барғанда бірге еріп барып, жас баладай отырғызады. Шалбарын түзейді. Қолма-қол өзі дәреттендіреді. Кіп-кішкентай құртақандай ғана әйел, жүзінен бақыт шуағы есіп тұр. Жаратқан Алла, пендесінің жүрегіне осындай да шаттықты салып қояды екен-ау. Ешкімге, еш жанға мұңын шақпайды. Күйеуінің атын да атамайды. «Біздің батырымыз» дейді. Ептеп себебін сұрадым. Жауабы: «Бұл отағасы мені және балаларын асыраймын деп жүріп тоққа түсті ғой. Бұл адам біз үшін батыр емей немене?» деп шаттанғанда, дүниеде бұл әйелдің кемтар күйеуінен артық адам жоқ. Құдайым-ай, дені сап-сау, әп-әдемі күйеуіне күніне бір рет «Саған тиіп қор болдым, саған келгелі жақсылық көрмедім» деп зар еңірейтін әйелдер барын бір сәт ойлағанда, мына әйелді әулие шығар деп қаласыз. Баршылықта бәрі жақсы, адамның кім екені жоқшылықта ғой. Өмірде мынандай әйел бар деп үш ұйықтасам түсіме кірмепті. Содан шын көңіліммен әйелге айттым: «Күйеуіңізге протез қол салып беретіндей адамдар іздеп тапсам қалай қарайсыз?» Құртақандай әйелдің екі көз жасаурап маған ұзақ қарады. Келісетін шығар деп менен тұрмын. Әлден соң әйел: «Рахмет бауырым. Өмір мәңгілік емес қой. Ақырына дейін шыдаймын. Күйеуіме жасанды қол салып берсеңдер, мен сауабынан айырылып қалмаймын ба? Мені сауабынан айырмашы қалқам», деді. Осы сөзді естігенде еріксіз жанарыма жас келді. Бұл әйелдің бар мұңы сауаптан айырылмау екен.